Болсуға кішкенде я. Енді атасы мен әжесіне бір шумақ өлеңі бар екен, оқып беремін. Ağırlıday battı atatminin, baktı bu girgittir bata vergen. Ağayınға ете құрметті бұл, әрдайым ортамызды жіберген. Әжеттерін ағазен, ақыл беріп үйреткен, аппақ әжем, бәк әжем. Мейірім менде берген, аман болсын басыңыз, ағармасын сасыңыз. Жіберен алтын суға ұласа, есе қаламызын елге, зып-зазар, өміріме су ақсасын, әрқашан көп жасылдар аталар мен әжелер. Ой, азамат, мінеке атасы мен әжесіне өзінің мұны жүрек жарды өлеңін оқып жатқан немересіне бір қол соғып қоя, қадірлі ағайын. Рахмат еңсері. Ақшан киім беретін шығар атың мен әжем, былай қарайды. Рахмат. Сосын анау жоғарыдағы столдағы кісілер. Жоғарыдағы кісілер. Ашкенде көке, отырып ішіңізші. Отырып ішіңіздерші. Отырыңыздар. Отырып ішейік. Отырыңыздар. Ашинада машкинден қойды деген сайын мына кісі тұрып көттіңіздер орындарыңызда. Ал, олай болса, өлеңді білгенде айтар білместі айтар, ақ жайыттан су ішіп жыл қайтар дейді. Мәнеке сыр ел деп жатамыз, жыр ел деп жатамыз. Соны Қызылордадан келіп жатқан өмір әкемізді мәнеке бұрдып қайын жұрттары келіп отыр. Кеңесқұл анамызды мінеке төркіндері келіп отыр. Сіңілдері, күйеу балдар, келіндерін шақырайық. Қызылордадан келген Сансызбай ағамызды, Мариет ағамызды, Гүлшат дейді, Бейсен, Дәмелі Қалдығұл Рая, Әсия Өмірхан Жұмағұл есімді Кеңесқұл апамыздың бауырларын шақырайық. Сіңілдері, күйеу балдары, келіндерін шақырайық. Қошеметтейік. Қызылордадан келген. Дейді. Есімде қалмайды шудың бойында, сен іздедім бәрі ойымда, үміт үзбедім от боп күйгенді, мен іздедім сенің ойыңда, елім іздедім. Бірінші тілек айтасыз, сонан кейін билейсіз. Ал қош келдіңіздер. Бірінші тілек айтасыздар, сонан кейін билейсіздер. Ауыл елдеріңіз аман ба? Қош келіп жатсыздар. Ал бауырларымыз бүтін болсын. Дендеріңізге саулық. Аллаға кішкене тыныш сақтайық. Мынау енді алыстан келіп жатқан қонақтарымызға жақсы тілек, жарым ұрысты мінекей алтын уақыттарын қиып келіп жатқан осындай бауырын тойына жақсы ниеттері жетіп келіп жатқан. Қайсыңыздан бастай жол көрсетіңіздер. Құрметті тойшы қауым, бүгін біз сонау сыр бойынан құрметті Өмір ағамыздың, Түйескүл тәтеміздің алтын тойына келдік. Арып ашып, шаршап, пересадкымен, пойызбен, самолетпен әйтеуір жеттік қой. Мынау енді бір топ біздің Қызылордадан келген Түйескүл тәтенің бауырларын басқарып келген арпа ішінде бір бидай. Мына менің құрметті күйеу балам, сіңлімнің күйеуі, аты Сансызбай. Қадірлі ел ағасы, елтір тонның жағасы, біздің топты басқарып келген Өмекеңнің бажасы, құрметті Сансызбайға сөз беремін. Құрметті рахмет сізге. Ассалаумағалейкум. Мына бүгін енді Ашбаев Тараулетінде бұл жалпысына Ашбаев Тараулетінде емес, бүкіл Қазақстанда болып жатқан той десек те болады. Өйткені
Қазақстан бойынша өзі 2000 семьяға, бірақ семья 50 жыл жаңағыдай отасады екен. Міне, көмеке, тәте, сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Тойдан тойға жүлде беріңіздер. Көрген бала шағаларыңыздың барлығын рахатын көріңіздер. Ешқандай жаман көрген жоқ. Біз Қызылордадан келген осы шыдамай, осы той бізге де жұмысты болсын деп қойдық. Жалғыз бізге емес, бүкіл осы тойда сіздерге жұмысты болсын. Ал, тойларыңыз тойға болсын. Қыз алысып қыз берген, айналайын сіздерден алтын тойға барам деп ұшақпенен тез келген құрметті біздің Бейсен Құдағайға сөз бердім. Самолетпен келген, самолетпен. Алла тағаланың сүйген немеректерін ойлаймын болсын. Бақытты болыңыздар, бала шағаларыңыздың рахатын қызығын көре беріңіздер. Тойларыңыз тойға алмасын. Бәрімізге жұмысты болсын. Құрметті Өмір аға, құрметті Кеңескүл апа, құтты болсын бүгінгі алтын тойың, бұл тойға жалғасыншы тағы тойың. Бір қауым туысқандар келіп қалдық, арқалап ақ пейілін сыр бойының. Өтіпті жарты ғасыр жылжыр өтіп, қуатты қызғалдақтай олғыз өсіп, жездеміз алақанда аялауда Кеңескүлдей асыл жарын үлбіретіп. Хабарынан түсініп ер көңілін, жабырқатқан кезі жоқ жан серігін, тәтеміз 50 жылдай болды бәйек, ағаның көтеруімен еркелігін. Талай еркелігіміз болды ғой Өмір аға. Уақыт жүйрік жете алған оған кім, таусылмас арманы адам баласының. Бақытты ғұмыр деген осы шығар, жүрекпен жүрек тапқан жарасымын. Тағы да айтамын, құтты болсын тойларыңыз. Енді мынау Өмір аға мен Кеңескүл ағаның тойға шақыру қағазын алғаннан кейін біздің де балалық шағымыз еске түсіп, біраз нәрсе ойымызға түсті. Өмір аға, әпкеме бас қосқанда 30 айдың, 30-ды орда бұзар кезім дедім. Балқымын үлкендерін алдына сап, елімізге есік ашып келіп едім. Есімде 40-та биік қырасқаның, совхозда зоотехник боп қызмет жасап, 100 қойдан 130 қозы алып, Самарқанда білім іздеп ел асқаның. Есімде есті жиып ел болғаның, беделдерін ешкімнен кем болмадың, ұлды қызды оқытып тәрбиелеп, бәрінде бөлек-бөлек ұйғылғаның. Есімде 60-та ақсақал боп алшаңдадың, баладан да немере тәтті екен деп, курорттан курорт қоймай, балалардың арқасында талай жерді қызықтап, кемпіріңмен алшаңдадың. Есімде 70-те жеткен жерің, оралман боп елге келген едің, құтты болсын родный елді мекеніне ағайыныңмен бірге көшіп келгенің. Өмір аға, сіз сияқты кемеге 80 деген немене, аман есен жүрдағы көре берші тағы да немере, шөбере, немене? Үйде жүргенде, екі үйде 6 баладан 12 бала бір қорада өстік. Соның ішінде дүниеден озғаны бар. Тірі жүріп, тірлікте татулықпенен, ауызбірлікпенен бір-бірімізбен араласып, бүгінгі күні осы жерде келіп отырған мынау менің бауырым Әсия. Кеніш папамның тұңғышы, алтын жеңгемнің үлгісі, жақындап қалсам, жарасатын өзіне бар күлкісі. Мәриям менің ақ көңіл аңқылдаған, амандығың керек қой сенің маған. Аузың батыл болғанмен жүрегің ақ, іздеп сендей бауырды қайдан табам.
шақырсаң тойға еш уақытта қалмаған Қостанай деген не тұрады тәйірі біздің Мария Ташкентті де Қытайды да шарлаған. Келінірек Айжан. Айжанмен келіп отыр келіні. Так, әрі қарай. Моншақтар әлемінің жаршысы, балдарының басшысы, әрі аспаз, әрі кәсіпкер, Райхан атты кетенің келіні, сөбесін асығының алшысы. Мынау менің келінім, бауырым, Нартайдың келіншегі. Тайғұлындай тепскен, таласып кепшек еміскен, біраз уақыт көрмесе, сағынысып көріскен. Есімде бірге жүргенім, есімде бірге күлгенім, жаңа киім кие алмай киесін тәдәу, естімді сенің кигенім. Ылғи жаңа көйлекті киесін менді, мен жылап оны естісінгенім тұрмын. Айран көже бір тұрса, ортаға әжем қоятын, 2-3 қасық бәрімізде, керектесін ішінде, қарнымыз соған қоятын. Ол кезде білмеймін тамақ аз ба, тосақ аз ба, қасық аз ба, әйтеуір әжем бір тосақ пенен 2 қас бөліп, 12-міз соны ішетіміз, тоятынбыз соны. Бәрі еске түспей тұр енді. Ал сөз менен кейінгі бауырларым Әсия, Мәрия, Рая, Қалдыгүл, Айжанға берді. Құрметті тойшы қауым, құрметті өмір аға кеңеске жерде деп айтқан емес осы күнге дейін. Әлі елу жылда айтпағасын одан әрі айтпайтын шығармыз. Мына бүгін жаңа қарап отырсам, 75-ші жыл дегенде осыдан 40 жыл бұрын. Енді осы бүгін келмегенде басқа балаларын танымай қалады екен. Таланттың балаларын, Бақылыштың, қыздардың, немелерімізді ешқайсысын танымай қалады екен. Соған бүгін қуанып отыр. Бір жағынан қуанып, бір жағынан қызығып отырмыз сіздерге. Сіздер бақытсыздарына балаларыңыз бәрі жауып, той жасап отырсызге. Бұған жеткендері жетпеген бірақ қыздарыңызды ұлды ұяға, қыздарыңызды қияқ қондырыңыздар. Мен де сіздерде болғым келеді, мен де 80-ге толғым келеді. Мен де құдағай болғым келеді, сіздердің құдағайларыңыз көп, шүкір, жақсы. Сіздердің жолдарыңызды дәулеттеріңізді берсін, еңбектеріңізді қиыншылықты бермесін, той-той қаласын, қыздар болсын. Құрметті өмір аға кеңеске апа, әлі жақсылары ортамызға келіңіздер, церемониямызға. Құрметті өмір аға кеңеске апа, мына
айналып қана кетем-ау, кимешек тіген атыңнан ай. Самайыңды жасырған, ақылыңды асырған, айналып қана кетем-ау, кимешек тіген атыңнан ай. Енді осыдан кейін маңызға қойшағанын қаласың. Болсын апардай кимешек жаулық кигенің, дұрыс болар әрдайым дәретпенен жүргенің, мәңгі өмір сүргеніңіз. Алланы ойлап қашанда құбылаға бет бұрып, сәждеге басын тигенің. Сіз оқсаңыз өмір ағада жырлар ой қайғылар. Жай намазың құтты болсын. Ақшам өтіп кетті, құптан келе жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ниетіңіз қабыл болсын. Қаны, жыл. Ниетіңіз қабыл болсын. Балдарың аман болсын. Екеуің де балдарың текшісің ғой. Келесі күләте кәнке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді Алла өзінен өзі жаттатады сендерге. Болды. Ниет қылдың болды. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Мінекей, Кеңескіл анамыз осындағы қайнағаларына, қайныларына, абысындарына сәлем салып жатыр. Сәлемін қабылғайсыздар ағайындар. Сәлем берген саулығын береді, сәлем алған қызығын көреді дейді. Анамыздың сәлемін, бекештенен сәлем салып жатыр. Өмір аға, сіз тұра беріңізді, келіңізді, өмір аға. Келіңіз. Рахмет. Өзім мынау түйе қартайғанда ботасына ереді дейді ғой. Шал болғанда кемпір келетін рас екен ғой, бір қол соғып қояйық. Кеңескіл апа, келіңіз. Ал осындай керемет мынау енді өлең оқып, сәждеге бастарын тигізіп, мынау Аллаға ниет қылып жатқан, Қызыл Ордадан келіп жатқан, сыр елінен келіп жатқан Кеңескілде анамыздың төркендеріне бір қол соғып қояйық, қадірлі ағайындар. Тамаша мінекей. Кеңескіл апа, келіңіз. Бір суретке соғасыздар. Бір суретке түсесіздер. Шапкіні киіп алыңыз. Жоқ, тамаша бол қайда. Мен дем алып қалдым. Мен наоборот үйге барып душқа түсіп қайтуым керек еді негізі. Душқа түсіп қайтуым керек еді. Болды, бәрі. Кеңескіл апа, келіңіз. Келген жерінде жабысқан ғой. Лайым осы жақта жабысып қалайын, анай кешіреді. Келіңіздер. Әне, қол соғайық.